Қазақстандықтар, бүгін біз келіп отқан жеріміз Астана қаласында өтіп отқан ауыл шаруашылық көрмесіндеміз. Келу себебіміз Амангелді Құрбанұлы Саданов ағамыздың жетекшілігімен ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология препараттарын таныстыруға. Бүгін бізде қонақта ауыл шаруашылық маманы Садырбаев Алмазбек Жұмабеков ағамыз. Ассалаумағалейкум, Алмазбек. Уағалейкум ассалам. Енді сіз өзіңіз осы көрме жайлы өз пікіріңізді айтып өтсеңіз, тек Қазақстан емес шетелдерде неше түрлі көрмелерді көріп жүрсіз, артықшылығын, кемшілігін айтып өтсеңіз. Көрмеге келетін болсақ, көрме ол әрине өте жақсы. Көрмеде жалпы не бар, қандай жаңалықтар бар, не өзгеріп жатыр, кім нарықтан кетіп жатыр, кім келіп жатыр, соның барлығын көресің. Өкінішке орай биылғы жылда қазақ шаруаларының жағдайы мәз емес. Жазда өнімдерін дұрыс алған жоқ, қысқа дайындықтар дұрыс болмай жатыр. Мынау одан кейін шаруаның ол кірісі неге байланысты ғой, тірлігі кірісіне байланысты ғой. Биылғы жылы заттарының бәрі арзан болып жатыр, арпа бидайы да арзан, еті де арзан, сүтінің де бағасы кетіп жатыр. Сондықтан енді адам жақтан қызығушылық аздау. Негізі бірақ ол дұрыс емес. Ол көрмеге келгенде сен сатып алуға келмейсің, сен көресің, үйренесің, болашақта жағдайым түзелгенде мынаны болады екен деп мына жерге түйіндеп аласың. Сол үшін келесің де. Сондықтан да бұндай көрмеден үзілмеу керек, қалмау керек. Әрдайым бару керек. Ол зат алу деген мақсат емес. Көру керек, үйрену керек. Қазақта сөз бар ғой. Көпті білгеннен сұрама, көпті көргеннен сұра дейді. Сондықтан көрме деген ол көп затты көрсетеді. Мен мұнда шет елдің, Европаның, басқа елдердің, Американың талай-талай нелері, компаниялар келіп қатысып жатыр. Соның ішінде өздеріңіз. Әрине, мен өзім бағалаймын. Осы академик ағамыздың еңбегін бұл тарихта ерекше із болып қалады. Бірақ өз елінде пророк болмайды дейді ғой. Бүгінгінде шынымен де бұл кісінің еңбегі бағаланбай жатыр. Бұл кісінің еңбегі болғанда, бұл кісінің мына еңбегі, мына өнімі, бұны не билік оқып атқан жоқ, жаңағы қолдап. Одан кейін халықты түсінбей жатыр. Бірақ бұл өзінің заманынан 20, 30, 50 жылға алдыға барып тұрған технологиялар. Әрине, ол тек қана айтып қоймау керек, ол үшін жұмыстану керек, ол үшін маркетинг жұмыс, компанияның өзінде жұмыс жасау керек, сол сипатты үлкен насихат жұмысы керек. Әлі де бұда тоқтап қалмау керек, өйткені қазір академиктің осы институттың жұмысы бүгінгі күнде көптеген заттар бәсекеге шыдамай жатыр өнімдерімен. Бірақ мына жерде міне бәсекелеріңіз Ресей Федерациясының тұр. Ресейде демпинг, Ресейде валютасы түсіп жатыр, Ресейде қолдауы жоғары, бірақ бағасы сіздермен тең. Сізден төмен болса, осы заводтың өнімінен төмен болса, онда бір қателік, кемшілік болар еді. Жоқ, сіздердің технологияларыңыз бүгінгі күнде бүкіл әлемді былайша айтқанда бағасымен тізе бүктіруге дайын, демпинговать етуге дайын, экспансия жасауға дайын Ресейдің бағасымен тең тұр. Сондықтан бұл тарапта жаңағы бұл өте үлкен респект, құрмет осы еңбекке. Бірақ қайталап айтам, бүгінгі халықта, билікте бұны бағалап атқан жоқ. Өкінішке орай бұл ғылыми жұмыстар ғой. Елімізде ғылымның қаржыландыруы да төмен. Бүгінгі күнде мысалы мына жерде қазір ғылымға байланысты конференция болып жатыр, бірақ ол конференцияның болатыны туралы қай жерде жарияланды? Мен өзім кеше осы жерге келемін деп жатқанда ғана білдім. Жалпы ғылыми конференция деген, ол деген бүкіл Қазақстанға жар салып, осындай болайын деп жатыр екен. Қазақ ғылымында мынандай өзгерістер болайын деп жатыр. Қазақ ғылымында мынандай жетістіктер болайын деп жатыр екен деп, соны жарнамалау керек. Өкінішке орай мені тыныш қана ұйымдастырды. Тыныш қана осылай өткізе салады, тыныш қана біте салады. Өкінішке орай. Сондықтан қазақ ғылымы осындай
соның ішінде агро ғылымы құлдырап тұрған жағдайда мына сіздердің еңбектеріңіз өте зор. Енді басқа жағы өнімдеріңізге қарағанда жағы Бентабак, Казбиосил, мен өзім бүгін сіздердің жаңа лактаз деп атапты, бұның енді бұл әртүрлі атауда болды. Мен осыны көріп жатырмын да, қуанып жатырмын. Жағы кез келген сүтті затты ішкенде қазіргі күнде кішкене дискомфорт болады. Не асқазаның ашытады, мен өзім солаймын да. Мынаны қазір көріп отырмын. Мынау ішінде не? Кәдімгі сарысу. Кәдімгі сарысу, бірақ сарысуға ақ түс берген екен. Соны ішсем, вот настолько он комфортный. Сондай жағымды, сарысудың кішкене иісі бар ғой, қышқыл иісі ол, мынада иісі де жоқ. Өзіме ұнап отыр. Сарысу деген ол адамның ағзасына өте керемет пайдалы. Мен өзім кейбір кісілерді көрдім. Бір Карпов деген марқұм кісі болатын. Сол кісімен жер аралап жүреміз ғой. Сол кезде қазақ үйдің алдында қатық қойып қояды ғой. Қатықтың дорбада тұрады, астында шелек қойып қояды. Сол шелек бар ғой, сарысуға толып тұрады. Сол кезде ана кісі қай жерге барса да қатық бар ма дейді. Үйдегі апа жеңгелеріміз, малшының әйелдер бар, қай жерде тұр дейді, ілініп, ана жақта дейді. Ана кісі барады да қатыққа қарамайды, ана шелекті алады. Бұлай жарты шелекті ішеді ғой. Міне, но бірақ ана кісінің физикасы деген, мен ондай адамдарды өте сирек көрдім. Вот нақты мықты да, содан мен сұрайын ғой, неге солай дейсің? Ой, сендер бұның бағасын, қадірін білмейсіңдер дейді, бұл сарысудың. Сүт, айран, ол былай дейді. Сарысудың ішіндегі барлық ана нелері, құнды заттары керемет дейді. Шамаменен ол кісі бір 80-90-ға таяп өтті-ау деймін. Иммунитет хороший. И денсі аяғына дейін өзі за рулем, өзі жаңағы ауыр жұмысты ашан ұстай салады да, мешокты көтере салады да. Сондай да өзінің шаруашылығы болды да, сондай жігерлік күшті болды. Сондағы маған айтқаны, мен дәрі-дәрмек анау-мынау ішпеймін, мен сарысу ішемін дейді.